Біздің ата-бабаларымыз қандай данышпан болды, қандай иманды болды. Менің марқұм жарым Таласбек Әсемқұлов қандай гений болды. Но мақаланы оқып жатып, осыны ойлаймын да. Өйткені мынау мақала Таласбектің қол жазбасын мен өзім танымай жүргенде оқыдым да, осы мақала арқылы бұл адамға ғашық болдым да, болашақ күйеуіме. Сонда Брежнев заманда 24-25 жасында жазған мақаласы ғой, қазақтың 3 жырын талдайды. Қозы көрпеш, баян сұлу, алпамыс, қобланды. Сонда мысалы қобландыда мынандай нәрсе бар ғой, есіңізде шығар. Қобланды Қараманның айтағымен барып Көбікті ханның қаласына шабады да, бірақ Көбікті хан одан мықты болып Қобландыды да Қараманды да абақтыға салады. Тұтқынға алып, қызына, Қарлыға қызына айтады, бар да оларды зинданға таста деп. Ал Қарлыға күшті болған ғой, екі батырды екі қолтығына қыстырып апара жатқан жерде Қобланды неше түрліні айтады ғой, мен талқандаймын, мен шығам. Содан шошып, амалсыз соған ғашық болады да, Қарлыға ғашық болады да, босатып жібереді екеуін. Сонда арғара біз білеміз, әкесінің әлсіз тұсын айтып береді Қобландыға, Қобланды әкесін өлтіреді, кейін Қобланды үшін інісінді өлтіреді өзі, Қарлығаның өзі. Сөйтіп, бірақ Қобланды көп уақыт оған үйленбей қояды. Ақыры екеуі түсінісіп, соғыстан кейін түсінісіп, Қобланды оны екінші әйелге алады. Екінші әйел ол басқа әңгіме. Сонда Таласбек талдағанда бұл жырды, ол былай айтады: кез келген батыр, жырдағы батыр, ол адамның өз еркі. Бүкіл жырдағы кейіпкерлер ол адамның санасындағы, көңіліндегі әртүрлі сезімдер, күштер. Сол батыр, ол еркі да, сол адамның. Сонда әр еркі өз елінде жүргенде, демес өз жанында жүргенде, ол жөнді еркі. Бірақ біреудің ауылын шапқанда, біреуді, басқа батырды өлтіргенде, біреудің қаласын қиратқанда, ол демек, ол дейді, жырда психологиядан ұлық нәрсе айтылады.